Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 64 жауынгердің тұлғасы. Бірінші тапсырма. Әңгімені түсініп оқып, оқиғасына сәйкес тақырып қойыңдар. Соғыс саябыр тауып тынар емес, хабар онша қуанышты да емес, екі жақтан да шығын мол. Бұдан 2 апта бұрын полкке тағайындалғанымда өз батальонымды от пен суды бірге кешіп, тар жолғы тайғақ кешуден, сұм майданның бірнеше құз қияларынан бірге өткен ерлерімді кімге тапсырамын деп көп ойлап толғанып, сенімді адам іздеп 2 күн ұйқы көрместен басымды қатырып, кіші лейтенант Мұхамедқұл Исламқұловқа тоқтап, соны 1-ші батальонның командирі етіп тағайындағанмын. Басқалары бұрынғыдай, әрқайсысы өз орнында. Мұхамедқұл соғыстан бұрын Қазақстанда газет қызметкері болып істеген, орта бойлы, кең маңдайлы, жайнаған дөңгелек мөлдір көзді, салтанатты, келбетті жігіт еді. Түсі жақсыдан түңілме дегендейін, табанды, сабырлы, ісін ақылға салып, түбін ойлап істейтін жүректі командирлеріміздің бірі еді. Бауыржан Момышұлы. Әңгімеге тақырып: түсі жақсыдан түңілме. Сұрақтар: Бауыржан Момышұлы туралы қандай кітаптар оқып, кинофильмдер көрдіңдер? Сендердің ойларыңша жауынгердің тұлғасы қандай болу керек? Бауыржан Момышұлы туралы Мәскеу түбіндегі шайқас кітабы бар. Атқыштар полкінің батальон командирі аға лейтенант Бауыржан Момышұлы сарбаздармен қақаған қыста Мәскеу түбінің омбы қарына малтығып, 5 рет қоршауды жарып шыққаны, тағы сондайлар баяндалады. Екінші, жауынгер дегеніміз ер жүрек, батыл, қайтпас қайсар, табанды, ақылды болу керек. Үшінші тапсырма: жазылым. Жауынгер бейнесі қандай айшықты сөздермен суреттелгенін теріп жазыңдар. Мұхамедқұл Исламқұлов кең маңдайлы, жайнаған дөңгелек мөлдір көзді, салтанатты, келбетті, табанды, сабырлы. Болжалдық сан есімдер заттың санын дәл білдірмей шамамен болжалдап көрсетеді де, қанша, неше, қай шамалы, қаншадан сияқты сұрақтарға жауап береді. Болжалдық сан есімдер бірнеше жолмен жасалады. Жасалу жолдары: есептік сан есімдерге лаған, леген, таған, деген, таған, теген, лап, леп, даптеп, таптеп, дайдей, тайтей жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, мыңдаған, жүздеп, сексендей, тағы басқа. Есептік сан есімдерге көптік жалғау, оған барыс не жат есептік жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жасы 60-тарда, 50-лерге келген, тағы басқа. Есептік сан есімдердің қосарлану арқылы жасалады. Мысалы, 60, 70, 80, 90-дай, тағы басқа. Есептік сан есімдерге шамалы, шақты, қаралы, таман, тарта, жуық, жақын сияқты сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, 100-ге тарта, 50-ге жақын, 10 шақты, 10 мыңға жуық, тағы басқа. Бесінші тапсырма: түсі игіден түңілме деген мақалдың мағынасын түсіндіріп, осы тақырыппен байланыстырып шағын эссе жазыңдар. Халқымызда түсі игіден түңілме деген нақыл сөз бар. Бұл сөздің мәнісі ашық, жарқын, мейірбан жүзді адамдарды көргендер, ол адамға сеніммен қарап, жаны да сондай жарқын деп қабылдаған. Мейірімді, үнемі күлімсіреп жүретін адамдардан жамандық шықпайды. Ондай адамдар айналасындағыларға ерекше мейіріммен қарап, жылы қабақ таныта біледі. Ал керісінше үнемі қабақ шытып, ашуланып жүретіндерге жұрт та имене қарайды. Десек те, мал аласы сыртында, адам аласы ішінде деген сөзде бар. Бұл сөз арқылы ата-бабамыз кез келгенге сене беруге болмайтынын ескерткендей. Ойымды қорытындылай келе, әрбір адам айналасындағыларға тек жылы жүзбен, жайдары мінезбен танылғаны жөн. Күлімсіреп қарау, жылы жүзді болу, бұл да бір сауапты іс. 6-шы тапсырма: батыр Бауыржан Момышұлы келбеті тақырыбында ой толғау жазыңдар. Бауыржан Момышұлы тарихи тұлға. Ол даңқты қаһарман, сұрапыл соғыс жылдары өзінің ерлігімен, қайтпас қайсарлығымен танылды. Бауыржан Момышұлы бас штабтың академиясын бітірген алғашқы қазақ. Соғыс өнерінің тактикасы мен стратегиясын жетік меңгерген қорғаныс теоретигі, ел үшін аянбай күрескен патриот, жақсылыққа жаны құмар азамат. Табиғат берген, ата-анасының қанымен келген Бауыржан болмысы тек адалдықты, шыншылдықты, өжеттілікті қажет етті. Қабағы қатулы, өңі сұсты, өткір көзді, кең жауырынды, зор үнді, қалың мұртты болып келген сыртқы пішіні қатқыл, суық көрінгенмен жүрегі нәзік, ниеті таза, адал, кең адам. Бұл өмірдегі Бауыржан Момышұлының нақты келбеті. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.